Тіл қашанда ұлттың ұйытқысы. Қазіргі кезде мемлекеттік тіліміздің қоғам өмірінде маңызы мен салмағы күн санап арта түсуде. Жас ұрпақтың тілі ана тілінде шығып, қазақ тілінде білім алуына, өзге де тілдерді меңгеруіне толықтай мүмкіндіктер бар. Өзге тілдің бәрін біліп, анамыздың сүтімен бойымызға дарыған туған тілімізді құрметтеу ең асыл да ең қасиетті, қымбат қасиеттеріміздің бірі. Осы қасиеттерімізді ұрпағымыздың бойына сіңіріп, қазақ тіліміздің мәртебесін асқақтатуымызға баршамыздың міндетіміз деп білеміз. Осы орайда Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыздың мына бір әдемі өлең жолдары есіме түсіп отыр. Сүйемін туған тілді, ана тілім, бесікте жатқанымнан берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнан, құлағыма сіңірген тәтті үнім. Барша қазақстандықтарды Қазақстан тілінің мемлекеттік тілімен құттықтаймын.